Сәлем достар, бүгін Махаббат ертегісі сериалына қош келдіңіздер. 16 сериясында өте қызықты сюжеттер болады. Сол үшін менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бұнда Махирдің анасы өте көп ойланып отырады ұйқыдан тұрып, және ол қасында телефон көріп, интернет арқылы Афат мырзаның компаниясының номерін тауып алып, сөйтіп Афат мырзаның үйіне компаниясына звондап номерін сұрайды, бірақ ол жерде бермейді, бірақ өзінің номерін қалдырып кетеді, маған хабарлассын деп. Себебі ол өзінің сол Афат мырзаның үйінде қалып қойған сақинасын алғысы келеді. Солайша ол өзінің номерін менеджерлеріне қалдырып кетеді. Ал Жанфиза мен Махир екеуі өте керемет жерге қыдырып келеміз деп, және ол досының қарындасын үйге Махирдің шешесін қарап отыруға уақытша қасына қалдырып кетеді. Сөйтіп олар өте әдемі жерге бірге қыдырып келуге және асықпай жақсы көңіл көтеріп қайтуға шығып қайтады. Ал Афат мырза өзінің ұлын больницадан алып шығады. Ол больницаға өткенде аяғынан атқаны үшін больницаға жатып қалған еді. Осы уақытта Афет ханымға Махирдің анасы хабарласқанын және ол номерін қалдырғанын хабарлайды. Және оның номерін сұратып, қайтадан Махирдің анасына хабарласады. Солай мен сіз неге хабарластың, жағдайларың жақсы ма деп сұрайды. Иә, бізде бәрі жақсы. Менің хабарласқан себебім өткенде сіздің үйіңізде жолдасымның сыйлаған сақина қалып қойыпты, соны алдырғым келеді дейді. Бірақ мен адресті білмеймін дейді. Адресті білмесең, онда мен жібере алмаймын. Жоқ, мен қазір қалай жіберу арқылы, сообщение арқылы жіберуді білем деп, ол өзінің адресін айтып қояды. Негізінде оны Махир білмесін деп айтады. Бұл кісінің аңқаулығын пайдаланып, жарайды, мен оны білдіртпеймін, саған тек жіберемін сақинаңды деп адресін алып алады. Ал Сабаштың анасы Сабаштың өз ұлын іздей бастайды. Ол комиссар Рашидке келіп, менің ұлымды тауып беріңізші, Кюршатқа айтсам, ол да қолын бір сілтеді. Ол айтты, Борис мырза оның көзін құртқан шығар деп, мен деп айтты деп бар шындықты комиссарға айтып қояды. Сол уақытта олар шай ішіп отқан кезде Жанфеза хабарласады. Ол әжесінің жағдайын білгісі келеді. Сол уақытта барлық жағдайымыз жақсы деп, әке және менің қасымда кім бар екен білесің бе деп әжесі қуанып кетеді. Кім дегенде ол Кюршат, яғни сенің әкең бар деп қуантып қояды. Әкесі қуанып кетеді. Қызым, қайдасың? Менің қасыма кел, мен сені алып кетемін дейді. Бірақ оған қызы келсе қоймайды. Менің жағдайым жақсы, әке, өздерің қалайсыңдар? Менде бәрі жақсы дейді. Жоқ, қызым, жағдайыңды айтшы, мен сені оның қасында, яғни Махирдің қасында қалдырмаймын деген кезде, Махир оның телефонын байланысын үзе қояды. Қайтадан хабарласуын сұрайды, бірақ оған комиссар Рашид рұқсат бермейді. Сенің қызың өзі кегісі келіп тұрған жоқ қой, не қайтадан хабарласасың деп. Солайынан олардың байланысы үзіліп қалады. Ал әкесі болса, жоқ, мен қайтадан хабарласып, мен оны тауып алып кетемін деп ашуланып жатқанда, оған әжесі ұрсады. Сен осы қызыңды тыңдамаған кесірінен осындай жағдайға ұшырадың ғой, неге қоймайсың деп ашуланады. Сонда ал Махир оны Жанфезаны оңаша шақырып, оған өткенде әдемі әшекей бұйымды сатып алған еді, соны сыйлайды. Оған Жанфеза өте қатты қуанып қалады. Саған өте әдемі жарасып тұр деп, екеуі көңілді сөйлесіп жатады. Және оны мойнына Махир тағып береді. Жанфеза,
маған бұл өте қатты ұнады. Бұл біздің символымыз болсын, енді мен бұны ешқашан шешпеймін деп өте қатты қуанып қалады. Сол сәтте олардың тағы да телефондары шырылдайды. Бұл кезде оның Жанфезаның әкесі қайтадан хабарласып тұрады. Яғни менің қызымды алып кел, мен саған бар шындықты айтамын дейді. Мен бар шындықты білемін ғой, қандай шындықты айтайын деп тұрсың десе, ол мен тек орындаушымын, сенің әкеңді атқан, оны атуға команда берген адамды айтамын, және мен қызымның көзінше айтамын. Соны білгің келсе, қызымды қосып алып кел дейді. Сөйтіп кездесетін жерлерін келісіп бір-бірін шақырады. Олардың сыртынан командир Күршат барлығын тыңдап тұрады. Ал сол сәтте Махирдің әжесі Махирдің шешесінен алған адресті Сәлемге беріп қойған екен. Ол Сәлем карта бойынша сол Жанфезаны алып кетуге келе жатады. Ол өте шыдамсыз күйде жүргізушісіне тезірек жүр бол, тез жүр, бұдан да қатты жүр деп бұйрық беріп асығып келе жатады. Және ол адресті беріп қойған Махирдің анасы өте күйгелек күйге түседі. Яғни өзінің дұрыс жасамаған біліп тұрып, бұлар менің Сақинамды әкеліп бере ме, қашан әкеліп береді деп күтіп тұрады. Сол сәтте Сәлем де жетіп келеді. Және сол сәтте Күршат кездесетін орынға келіп тұрады. Және Махирді тағатсыздана күтіп, жан-жағына алаңдап тұрады. Ал Жанфеза сол сәтте Махирдің анасы адресті айтып қойғанын естіп өте қобалжып кетеді. Яғни бұл адресті сол Сақинаны әкеліп беремін деп айтқан үшін бергенін естіп қалады. Ал Күршаттың қасына сол сәтте Махирден бұрын командир Рашид келіп, оны бұл жерге Махир келмейтін болды деп Махирден бұрын келіп алады. Және ол қолына пистолет алып, қазір қозғалсаң мен сені атып өлтіремін деп оны қорқытып, одан бұрын көзін жоймақшы болады. Ал Сәлем сол моментте Жанфезаның тығылып отқан жеріне, үйіне келеді. Және ол келем дегенше Жанфеза анасының телефонын алып Махирге хабарласады. Бірақ Сәлем де кіреді және Махирге енді ғана айтып, бізде проблема болып қалды деп бастап жатқан кезде уже Сәлем олардың үйіне келіп алады. Және Жанфеза деп телефонның ар жағынан сөйлесіп жатқанда, телефонды Жанфезадан тартып алып, Махир, бұл менмін деп Сәлем қолынан тартып алады Жанфезаның. Сонда Махир ашуланып, қазір Жанфезаға не анама бірдеңе істесең, мен сенің жаныңды аламын, тиіспе оларға деп ашуланады. Сол сәтте Сәлем телефонды алып қолымен бірақ сындыра салады және Жанфезаға күш көрсете бастайды. Сен не менімен бірге кетесің, барлығы тынышталады, не ары қарай балконнан мен сені лақтырамын деп қорқыта бастайды. Ал Махир болса телефонның ар жағынан, оған бірдеңе істейтін болсаң мен сенің жаныңды аламын деп айқайлап жатады. Оған Жанфеза қарсы сөйлеген сайын оны буындырып, мен сені бірдеңе дейтін болсаң, менің айтқаныма қарсы шығатын болсаң, мен сені өлтіремін деп оны қылғындыра түседі. Маған жалын, сосын барып мен сені жіберемін дейді. Жібер деген сайын ол тыңдамайды. Бірақ сен маған жалын, сосын барып жіберемін дейді. Сонда жалынам, жіберші деген соң барып оның мойнынан жіберетін болады. Осымен 16-шы бөлімнің соңына келеді.